Неге осындай тұжырымға келдің енді? Келесің ғой енді, сонда айналаңа қарайсың, адамдардың айтқандарына қарайсың. Бар деп жүрген адамдар не үшін бар деп жүр деп қарасаң, әркім өзінің қиялын продвигать етіп жүр де, басқа ештеңе емес. Сенікі де қиял емес па? Сенбеу деген қиял ма? Енді сенікі де осы қиял ғой. Сенікі де неге сенесің мысалға? Ештеңеге сенбеймін. Бопты ғой, онда сен де қиялдасың ғой. Сенбеуден қиял шыға ма? Сенбеуден қиял шыға ма? Әлде қиял сенімден шыға ма? Ешкімге сенбейсің ба сонда, болды ма? Барлық нәрседен күмәнданасың ба? Иә, бәріне күмәнданамын. Онда сен не үшін мысалға маймылдан тарағам деп жүрсің ғой, дұрыс па? Оған да күмәнданамын. Иә, оған да күмәнданасың. Бірақ сол тұжырымды өзің продвигать етіп жүрсің ғой сен, бірақ. Өйткені оның кәдімгі дәлелдік базасы бар, өйткені ол ғылым. Ғылым? Бәрін ала бересің ба ғылым деп? Бәрін алып отқан жоқпыз ғой. Мысалы, неше түрлі қойып кеткен нәрселер бар ғой. Мысалы, ғылым деп өтірік нәрсені таратып жүрген адамдар бар. Шынайы ғылым, ол мына әлемде бар ғой, адамзат ең бір сенуге тұрарлық бір нәрсе ойлап тапқан болса, ол ғылым, ғылыми метод, ғылыми әдіс. Осы әлемді танудың ең бір сенімдірек жолы болатын болса, ол ғылым. Ғылымнан басқа нәрсенің бәрі сандырақ. Ғылымнан бәрі. Енді бір нәрсе өзінен өзі пайда болуы мүмкін ба? Мүмкін. Қалай? Солай, сен айналаңда көріп жатқан нәрселердің қалай пайда болып отыр? Өзінен өзі пайда болды ма бәрі? Енді айналаңда болып жатқан нәрселер қалай болып отыр? Мен айналамда, мысалы үшін мен қолымда қалам тұр да. Ол қалам өзінен өзі пайда болған жоқ, оны біреу жаратты. Қаламды адам жасағанын білесің ба сен? Иә. Адам жасағанын білгендіктен де сен оны біреу жасады деген тұжырымға келесің, иә? Айналаңдағы табиғатқа қарайсың да, табиғатқа қандай тұжырымға келесің? Біреу жасап жатыр ма соны? Мен табиғатқа қарап, мына табиғаттың өзінен өзі пайда болмағандығына не алам? Тұжырымға келем. Иә, сенем. Иә, қандай негіз бар оған? Қандай негіз бар? Бұған мен мысалға қарада, өмірде мысал үшін кез келген нәрсе өзінен өзі пайда болды деген нәрсеге мен сенбеймін. Оның ішіне мына әлем де кіреді, басқа нәрсе де кіреді. Сенің тұжырымың өзіңнің бір нәрсеге сене алмайтындығыңнан шығып тұр ма? Сене алмайтындығынан емес, менің бір нәрсеге сенетіннен шығып тұр. Жоқ, сен айтып отырсың ғой, мен мына әлем өздігінен пайда, мынандай нәрсе өздігінен пайда болып дегенге сене алмаймын, сондықтан да оны біреу жасады деген қорытындыға келдің ғой. Иә. Бұл логикалық тұрғыдан дұрыс деп ойлайсың ба? Иә, дұрыс. Жақсы. Онда былай істейік, мен айтатын бір мысалым бар да, дәстүрлі. Мен телефоным жоғалдышы. Енді телефонды жоғалғанына мен Рахат деген жігітті айыптаймыншы. Мен ол Рахаттың телефонды ұрлағанына ешқандай дәлелім жоқ, негізі. Ол Рахат ұрламауы да мүмкін, басқа ұрлауы да мүмкін, телефон просто столдың астына түсіп кеткен болуы мүмкін. Бірақ телефонның жоқ екенін көремін да, мен сразу Рахатты кінәлаймын да, мына телефонды Рахат ұрлады деп мен тұрып алам. Сен келесің де айтасың, қайдан білесің ол Рахат ұрлағанын, сен қаяқтан келдің ондай қорытындыға десе, мен айтамын. Мен мына телефонды Рахат ұрламады дегенге сене алмаймын. Сондықтан да оны Рахат ұрлады деп айтамын. Дұрыс па осы? Егер сен айтқаның жүйең болатын болса, және де Рахаттан басқа адам болмайтын болса, сорлар деп сенем ал. Рахаттан басқа адамдар бар, ол өзі түсіп кетуі де мүмкін. Мен просто телефон жоқ екенін көрдім де, столға қойып кеткем, қайтып келсем телефон жоқ. Мен сразу тұрамын да айтамын, телефонды Рахат алды деп айтамын. Сен келесің айтасың. Сен алып келген осы мысалын дұрыс деп ойлайсың ба өзің? Иә, неге Рахат алды деп ойлайсың? Дәлелің бар ма дейсің? Мен айтамын, жоқ, ол дәлелді не қыласың? Сен мына телефонның жоқ екенінің өзі Рахат алғанына дәлел емес па? Өйткені мен мысалы Рахат алмады дегенге сене алмаймын да, ол мүмкін емес ол Рахаттың алмауы. Сондықтан да ол Рахат алды деп айтамын. Рахат алды ма осы жерде, ол дұрыс па? Енді сен бүйтші, общем, мына мысалын келмейді мына жерге. Келеді, қара. Сен қарап тұрсың, айналаңа қарап тұрсың да, мына әлемді
Құдай жаратпауы мүмкін емес, сондықтан да Құдай жаратты дейсің. А на самом деле сенің ол Құдай жаратқанына, даже Құдайдың бар екеніне сенде ешқандай дәлел жоқ. Сенің жасап тұрған енді жауап берейін де енді. Жауап берейін де енді. сен бірінші жауап бермей тұрып бағана Құдай өзінің бар екендігін білдіріп көрсетсе, мына әлем несін сынақ қалай болады сонда? ол сынаққа келеміз. Сен бірінші айтшы бағанағындай. Жауап берсе енді мен айтып жатырмын ғой, болды. Тұра тұр, әңгіме жабылған жоқ. Жаңағы мысал жабылған жоқ. Сол жерде мен ешқандай дәлелсіз рахатты кінәлауым дұрыс па? Сенің мына мысалың бұл жерге мен айтқан нәрсеге в общем келмейді ше негізі. Кемесе келмей ақ қойсын. Сен өзіңнің пікіріңді айтшы осы нәрсеге. Бұл жерде мен айтсам сен не қылайын деп тұрсың ғой, сен келмейді, алмаймын бұл маған мысалың. Маған басқа нормальный бір мысал алып кел. Сен демек біліп тұрсың да просто жауап беруден қашып отырсың, иә? Жоқ, қашып отқан жоқпын. Мен сенің логикаңды түсініп тұрмын негізі. Енді түсініп тұрсаң айт. Мен ешқандай дәлелсіз просто рахат алмады дегенге сене алмайтындығымнан ғана рахатты кінәлауым дұрыс па? Егер рахаттан басқа адам болмайтын болса, сол алып деп ойлаймын. Бар, рахаттан басқа адам бар. Мен просто басқа варианттар болса да, мен рахат алмады дегенге сене алмайтындықтан ғана соны айыптап соттатқым келіп отыр. Дұрыс па сол? Енді мен айтайын саған. Жоқ, сен жауабыңды бер. Дұрыс па? Қарада, сен енді түсіндім былайша. Мысалың алып келгенін түсіндім, темаңды түсініп тұрмын, қалай алып келіп жатқанын. Неге жауап бермей отырсың? Бір нәрсе айтайын да енді. Мен бір нәрсе айтпа, сен айт. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Бопты ал, сенікіне келісейін, жарайды. Рахат менікі дұрыс емес ал. Мен айтайын енді саған. Бола ма, жеттің ба мақсатыңа, әңгіме айтайын. Сөйтіп қашпай сразу айта салсаң деп отырмын ғой. Болды енді айтайын. Қара, сен мысал үшін мен айтып жатырмын да, мына әлем өзінен өзі жаратылмаған, біреу жаратқан. Біздің сенімде мұсылмандарда жаңа Құдай жаратқан деп айтамыз, дұрыс па? Егер енді сен айтып жатқандай болатын болса, егер де өзің дәлел болатын болса, мысал үшін мен Құдаймын, міне мені көріңдер деп айтатын болсаңдар, айтатын болсақ та адамдар, мына әлемнің сынақ болуы қалай болады сонда? Сен де иман келтіресің, мен де иман келтірем. Бәріміз Құдай барған екеніне сенеміз. Онда мәнісі қалмай қалады ғой? Ол нәрсенің и так та мәнісі жоқ. Ол өйткені сенің Құдай сынақты өткізбей тұрып, мысалы сынақ деген жоқ. Иә, түсіндірейін. Сынақ деген нәрсені не үшін өткізесің сен? Бір нәрсенің нәтижесін білмей тұрып, нәтижесін білу үшін өткізесің ғой. Иә. Құдай білмейтін нәрсе бар ма? Жоқ. Енді ол и так бәрін от үйді тағдырға кірейін деп тұрсың ғой примерно, иә, өзің кузырыңа, иә. Сынақтың мәні жоқ қой. Тағдырға кіріп ана болмайтын бір-екі сұрақтарың бар, сонымен медитация деп тұрсың ғой. Тағдырға кірмей ақ қойшы, жарайды. Ол сынақтың мағынасын шығарып берші маған. Құдай ол бәрін біліп тұрса, нәтижесін неге сынақ жасайды? Сонда қара да, сен мысалға біреуді экзамен аласың да мысалға. Сонда адамдардың бәрін былай өзінен өзін жәннатқа немесе тозаққа кіргізіп жібере сала ма? Әділетсіздік болмай ма ол сынақ алмай? Мен егер сынақтан бар ғой, өтір нүктесіне дейін кімнің қалай өтіп қайда баратынын біліп отырсам бар ғой, оны сынақты алып зачем оны? Енді сол сынақты енді тозаққа түскен адам айта ала ма? Мені не үшін тозаққа түсірдің, мен ешқандай жазығым жоқ еді деп. Айта алмайды. Неге айта алмайды? Құдайдың қалауы ғой, Құдайға претензия айта алмайсыңдар ма? Жоқ, енді сұраққа жауап берсей? Айта алмайды. Айта алады ғой. Айта алмайды. Айта алмайды. Мен лайық емес едім ғой. Мен ана жәннатқа кіргенде. Айта алмайды. Сонда әділетсіз деп ойлайсың ба Құдайда? Иә, үйтіп айтатын болса Құдай айтады. Сені жаратқан иә, Құдай бүйтіп айтады. Сені жаратқан мен ба? Мен решать етемін. Мен болмасам сен болмайтын дедің ғой. Тозаққа давай дейді. Ештеңе істей алмайды. Адам ештеңе айта алмайды да. Сенің Құдайың сондай ол. Сенің де Құдайың сондай. Біздің Құдай ондай емес, айналайын. Бауырым, шателеспе. Сенің Құдайың солай жасайды ғой так. Енді тоқтай, мен жауап берейін. Енді Құдай ондай әділетсіз емес, біреуді жазықсыздан жазықсыз тозаққа түсіріп жіберуге. Оның тозаққа кететін. Сен айтып жатқан сөзіңнен қайта айналайын, бауырым. Біздің Құдай ондай әділетсіз емес, мына дүниедегі кейбіреулер сияқты. Мұхаммед, ол адам жоқ еді да. Ол адам жоқ кездің өзінде сол адамды жаратса, соның мәңгі тозақта жанатынын Құдай білді. Бірақ сонда да жаратты да. Әділетті ма осы? Білді де жаратқан қара, тоқта. Ол мәжбүрлеп тықты ма оны тозаққа? Иә. Үйтіп тыққан жоқ, сен қателесесің айналайын. Қарашы, ол адам жаратылмаса, қателесесің.
Қара, Дінмұхаммед, ол адам жаратылмаса ол тозаққа кететін бе еді? Жаратылмаса тозаққа кететін кетпейтін еді. Құдай оның тозаққа кететінін біліп тұрып жаратты оны. Сондықтан ол тозаққа кетті. Бірақ таңдау берді ма оған? Таңдау берді ма, бермеді ма ана адамға? Оны жаратпай тұрып не таңдайтынын біліп тұр ғой Құдай. Енді білгенде ол білуіменен сол нәрсеге күштеп апарды ма, сол нәрсені істе деп? Әрине, оның тозаққа кететінін білсе де жаратты. Тозаққа кететінін білсе де жаратты. Қара, мен саған бүйтіп айтайын. Сен үйтіп қателеспе, айналайын бауырым. Бүйтіп айтайын. Қара, адам баласын жаратты да, сөйтіп жер бетіне тастады. Сөйтті, амалыңды жаса деді. Қаласаң жақсы нәрсе істе, өзіңнің қалауыңмен, немесе жаман нәрсе істе. Сол сенің істеп жатқан әрекеттеріңменен сенің бағанағы сынақтағы шешімің шығады деді. Оның шешімі адам өзі біліп тұр ғой, оның бәрін неге қалай айтасың? Жоқ, қарасай, өз жерде Аллах Тағала айлым деген сипатымен біліп тұр дейді, ғалымдарымыз айтады. Бірақ өзінің құдіретімен емес дейді. Егер құдіретімен болатын болса, Аллах Тағала барлығын жәннатқа кіргізіп жіберуге қадірет дейді. Иә, бірақ біраз адамды тозақты өртегісі келді, сондықтан да тозаққа баратындарды да жаратты. Қара, әдейілеп кіргізбегенде соларды тозаққа келді. Енді қара бауырым, саған бүйтіп айтайын. Мысалы үшін бір баланы біреу жаңағыдай бір зұлымдық жасады біреуге, бір адамға біреу. Иә. Мына дүниеде де енді соны тозаққа кіргізбеу керек па? Егер Құдай шешетін болса, Құдай кіргізбеу керек оны. Енді сынақтың мәнісі не онда өзі тиіп қойылатын болса нәрсе? Сынақтың мәні жоқ, айтып отырмын ғой, ол Құдай етак оны біледі, сөйтіп істейтінін біліп тұрып, мүмкіндігін беріп жіберді да, жоқ еді, бар қылды да, сен осылай істейсің, мен сен білем, бар да істе деп жіберді да. Оны жаратпаса істемейтін еді ғой ол. Оны жаратқанда таңдау берді ғой ол адамға. Сонда енді не таңдайтынын біліп тұр ғой. Мына дүниеде сонда білгенін істеткізіп, жаңа неше түрлі айуандықты істеткізіп, оны да жәннатқа кіргізіп жіберу керек пе еді Құдай? Әділетсіздік болғаннан Құдайға байланысты. Оны жаратпау керек еді вообще. Жаратпау керек еді? Иә. Сен де жүрсің ғой, мысалы үшін атеист болып. Сен де жаратпау керек пе еді сонда? Негізі, иә, егер сенің Құдайың мәңгі тозаққа дайындап отқан болса, онда ол жаратпау керек та. Сол үшін саған сенде таңдау жоқ па сонда? Таңдау деген нәрсе, роботсың ба сен? Таңдаудың бәрін уже біліп тұр ғой, қайсысын қай жаққа таңдап не істейтінін бәрін біліп тұр ғой. Бұл нәрсенің негізі шешімін айттым бағана, айлым деген сипатымен біліп жазды. Шешімін таба алмайсың, оны сен ешқашан таба алмайсың шешім. Мына дүние сынақ қой, оның шешімі біреу ғана. Сен Құдай бір нәрсе білмеді деген әңгіме айтсаңдар, от сол кезде логика пайда болады. Құдай сені жаратты да, бірақ сенің саған қалау берді, и не істейтініңді білмеді Құдай. Вот сол кезде мән болады. Сен бір нәрсені Құдай деп аласың да, сөйтіп оған біз Құдай деген түсінікте біздің кемел сипаттармен сипаттаймыз Алла Тағала. Ешқандай бір кемшілігі жоқ болып, сондай бір ұлы болған нәрсені біз Құдай деп айтамыз. Енді сол Құдай деп жауап тыңдап алсақ, сөйтіп енді сол Құдайға білмей қалды деген нәрсені телу біз үшін кемшілік па, кемшілік емес па? Иә, егер айтып отырмын ғой, сендер тек қана білмей қалды деген әңгімені қоспасаң, онда ешқашан шеше алмайсың ол парадоксты. Парадокс шешіледі ғой, адам баласына таңдау берілді. Не істесең де, таңдаудың бәрін біліп тұр ғой, не мағына жоқ деймін айтып отырмын саған. Мағына бар ғой, айым деген сипатымен жазып деп тұрмын ғой саған. Таңдауыңның бәрін біліп тұрып, мен түсінбеймін, ерігіп сынай ма? Енді ерігіп сынағанда қарасай, мысалға адамды жаратты да полный. Сөйтті да олардың бәрін екіге бөлді да, сені жартысың жәннатқа кіретіндер, сені жартысың тозаққа кіресіңдер деп кіргізіп жіберетін болса, тозақтағылар айтады ғой, біз не үшін кіріп кеттік тозаққа? Ешқандай бір не қылған жоқпыз ғой. Оларға мынандай жауап болады. Аллахтың қалауы солай деген жауап болады, болды, үндері өшеді. Аллахтың қалауы сондай, онда Аллах Тағала әділетсіз болып қалады ғой жерде. Енді ол әділетсіз, оны бүйтіп айтады Аллах Тағала. Сендер әділеттің не екенін білмейсіңдер, шын мәнінде Құдай әділетті дейді, сонымен бітті, жауап бере алмайды отырады. Сен кімнен алып жатсың осы сөздерді, өзің ойыңнан тоқып отырсың ба?
Енді Аллах қалауын жасаушы ма? Сен қақтан біліп қойдың Құдайдың өйтіп айтатын? Енді и так сендер сөйтіп айтасыңдар ғой, бірдеңе тіреліп қалған кезде. Жоқ, сендер сөзді жоқ тоқта сен. Дінмұхаммед қара. Сендер деген сөз дұрыста ма айналайын? Аллах қана, сен саған да айтқызамын ғой қазір. Аллах қана білетін нәрселер бар ма? Аллах қана білетін нәрселер бар ма? Иә, бар. Қалауын жасаушы ма? Иә. Оның қалауын шектеп тұрған нәрселер бар ма? Кімнің? Құдайыңның, Аллахтың. Құдайдың жоқ. Енді жаңағы нәрсеге не кедергі соны айтшы? Қайсы нәрсеге? Аллахтың сөйтіп жаратып, екіге бөліп, біреулерін тозақ, біреулерін неге кіргізіп, осылай мен қаладым деуіне не кедергі? Енді не кедергі? Өйткені бұл жерде Аллах Тағаланың әділетті деген сипаты кедергі. Сипаты өзін шектей ма сонда? Аллах Тағаланың енді бір сипат деген нәрсені не деп түсінесің сен осы? Білмеймін, қалай түсінсең де шектейтін нәрсе бар ғой сонда Құдайды? Құдайдың нәрсе шектейтін емес, ол кемелдендіретін сипаты Аллах Тағаланы. Енді сол сипатын сендерге сипатын айтып тұрғандықтан басқа. Мысалы қара, гректердің Құдаймен шатастырмаса бізді. Мұхаммед, Құдайдың алдында екі вариант бар да, мысалы, бірдеңені жасау, екіншісін жасау деген. Ол сендерге бір сипатын беріп қойды да, енді екіншісі әрекетті жасай алмай қалды. Шектеліп қалды ғой. Жоқ, ол жерде қарады, сонда әділетсіз болу керек па не Құдай? Құдай қаласа болу керек, иә? Қума, кім айтты ол саған? Сен өзің бір қиялдағы логикаңмен ондай әңгіме айта бермесең, Құдайға жала жабы. Құдай сонда әділетсіз бола алмай ма? Әділетсіз бола алмайды. Құдай бірдеңе істей алмайтын. Аллах Тағала әділетті. Құдайдың істей алмайтын нәрсесі де бар екен ғой онда? Онда істей алмайтын нәрсе емес қой, ол Құдайды кемелдендіретін нәрсе ғой. Сенің түсінігіңде ол не қылатын нәрсе ғой. Онда Құдай қаласа да әділетсіз бола алмайды? Құдай қаласа, Құдай ондай нәрсені қаламайды. Бірінші. Не қалайтынын сендер шешесіңдер ма? Жоқ, Алла өзі шешеді. Енді неге онда Алла қаламайды деп айтасың? Алла қаламайды деген сөзді сен айтып отырсың ғой? Жоқ, сен айттың ғой, Аллах әділетсіз болса да, әділетсіз болуды қаласа да істей алмаймын десем, жоқ, әділетсіз болуды қаламайды дедің ғой сен. Жоқ, қарасай бауырым айналайын. Аллах Тағаланы біз айтамыз көруші дейміз да, оны жаңағы тастың үстіндегі қара құмырсқаны көруші деп айтамыз. Аллах Тағаланы енді қараса, енді осы сипаттарына Аллах Тағаланы бүткіл нәрсені қалаушы деп айтамыз. Аллах Тағаланың әділ деген сипаты бар, әділетті деген сипаты бар. Қаласа ол сипатынан да бас тартып алады ғой. Ондай зұлым емес қой Аллах Тағала. Аллах Тағала мейірімді деген сипаты бар. Қаласа зұлым да бола алу керек қой. Қаласа зұлым да бола алу керек қой. Қаласа зұлым. Сен де өзіңе ұқсатпасай сен Құдайды. Білмеймін, сендер Құдайды өздерің сен екеуміз қаласақ зұлым бола аламыз. Құдайды шексіз құдіретті деп өздерің шектеп тастадыңдар да? Ау? Құдайды қалаған жасаушы деп, бірақ өздерің шектеп тастадыңдар да, көрдіңдер ма? Алла Тағаланы құдайларыңды қалағандарыңа жасап алғансыңдар да, менің құдайым осындай болғанын қалайым деп. Жоқ, бар ғой Аллах Тағаланың сипаттары бар ғой. Мен оны келтірейін десем, сен алмайсың ғой нәрселер. Жоқ, ол сипаттар айтып отырмын ғой, ол сипаттарынан бас тарта алмайтын болса, ол сипаттары Құдайды шектеп қалды ма? Сипаттары кемелдендіреді, оны шектемейді, айналайын. Енді қара, сен ол әділетті деген сипаты бар. Қандай логикамен өтірік бір болмайтын бір әңгімелер Мұхаммед, Құдай әділетті деген сипаты бар, әділетсіз бола алмайды дейсің. Не болып қалды сонда? Иә. Сен екеуміз әділетсіз бола аламыз, мысалы. Қанша нығметін беріп тұрса да, мысалға да, қанша жоқ деп тұрсаң да, отырсын мысал үшін 130 адам жинап алып, аузыңа келген оттап, бір болмайтын бір логикаға сүйеніп алып. Мұхаммед, онда Құдай емес, біз қалауымызды жасаушымыз ғой онда. Неге? Енді біз қаласақ әділетті боламыз, қаласақ әділетсіз бола береміз. Құдай әділетсіз боламайды қаласа да. Жоқ, қарасай, сондай таңдау беріп қойды ғой сен екеумізге. Мысалы, отырсың ғой мысал үшін, қазір көзің бақырайып, аузыңа келген оттап. Өзіне таңдау бере алмады ма сонда? Өзіне таңдау бергенде Аллах Тағала ондай сен ойлағандай әділетсіз емес. Енді ол сендердің қалауларың ғой, білмейсіңдер ғой толықтай Құдайды, мүмкін әділеттісі шығар. Сендердің қалауларың ғой деп сен жала жауап береді екенсің сен. Жоқ, енді сен өзіңіз берген сипатпен Құдайды шектеп отырсың ғой. Өзің берген сипаттан мен шектеп жатқан жоқпын. Аллах Тағаланы кемелдендіріп жатырмын мен, айналайын бауырым.
бірдеңе істей алмайды деген кемелдендіру ма ол? Бірдеңе істей алмайды деген кемелдендіру емес, бірақ бағанағы Аллах тағаланың кемелдендіру ғой. Мысалы Аллах тағаланың әділ деген сипаты бар ғой. Енді әділ болса бір адамдарды тозақ, бір адамдарды жәннатқа и так бөліп қойған жоқ па әуел бастан? Қалай бөліп қойдық? Онда сонда біз роботқа ұқсатасың ба не? 2 миллиард адам мысалы робот ұқсап жүр ме сонда? Мен саған бір сұрақ қояйыншы, Құдай уақытқа тәуелді ма? Жоқ. Құдай ақыретті күте ма? Ақыретті күте ма? Иә. Қалай сонда күте ма? Енді сендер жаратып, мысалы сендер өмір сүріп жатсыңдар, қазір Құдай күтіп отыр ма ақырет күнін? Күтіп отыр ма? Иә. Мен Алланың не істеп жатқанын білмеймін. Мысалы қара, егер уақытқа тәуелсіз болатын... Қандай сұрақ? Сен қай күтіп отырғанын білемін. Қараш, уақытқа Бар, тәуелсіз... көрмеген адам құттап айтып отырсың ғой. Мұхаммед, мен мынаны айтайын деп Сұрап келем барып мақмақ. мен мынаны айтайын деп отырмын, қара. Егер уақытқа тәуелсіз болатын болса, Алланың алдында рухтың жаратылу сәті мен сол рухтың мәңгі тозақта жану сәті бір уақытта көре алады ғой оны Құдай? Бір уақытта? Иә. Сен сұрақтарың қандай ғой? Неме беле сұрақ? Мысалы енді уақытқа тәуелсіз ол ештеңені күтіп уақытқа тәуелді емес та. Ол рухты жаратқан сәтінде ол сол рухтың мәңгі тозақта жанғанында бәрін бір уақытта көре алады да ол. Өйткені уақытқа тәуелсіз ол. Сен сияқты мысалы ертең не болатынын білу үшін ертеңді күтіп отырмайды ол. Рухты жарата салған сәтінде ертең ол рухтың мәңгі тозақта жанып жатқаны бәрі оның алдында бір картина болып тұр. Енді қалай жаратып жатыр деймін да, ол біреулерді тозақ үшін ғой, явно енді. Ол сен күтіп отырған... Молодец. Қақын тауып аласыңдар осындай сұрақтарды? Ойлансаң ғой, отырып ойланасың. Сен дұрыс ойлансайшы, енді орын неме беле сұрақ ма? Дұрыс ойланғанда нормально ғой. Сипаттарына қарап тупикке тіреле бересің да. Сөйтіп енді жарайды, енді әңгіме бастайықшы басқа. Сөйтіп, в общем, сен неге сенесің енді жалпы? Сенбеймін ештеңеге. Ештеңеге сенбейсің ба? Иә. Сонда кеп жаңағы көшедегі жүрген бір ит құсап кетіп қалатын жаратылыссыз ба сонда? Ит құсап, адам құсап өмір сүрсе? Жоқ, енді мысалы сенің түсінігіңде сондай ғой, мысалы үшін келдің, өміріңді сүрдің, білген боғыңды жедің мына дүниеде, білгеніңді істедің, кетіп қалдың, болды ма сондай ма? Мұхаммед, сенің сөзіңді тыңдасам былай да, сонда сенің өміріңнен Құдай мен дінді алып тастаса, сен ит сияқты өмір сүресің ба? Сенің сөзіңде болғанда ол сенің өмірің ғой енді. Жоқ, сен айтып отырсың ғой, сен өзіңнің позицияңнан қарап, дін мен Құдайға сенбейтін адамдарды өстіп ит сияқты өтіп кетесің ба деп жатрсың да. Сонда сенің өміріңнен дін мен Құдайды алып тастаса, сен ит болып кетесің ба? Иә. Өйткені менде сана бар ғой, итте жоқ, сана бар ғой. Сонда сен дініңе сенбейтін, Құдайға сенбейтін адамдарды мал сияқты көресің, иә? Енді мал сияқты көрмегенде сен именно сен сияқтыларды сөйтіп көремін. Жұрттың бәрін осыны айтсам көп адам сенбейді да, жоқ, мұсылмандар өйтпейді деп. Бірақ сен енді ойла, сен мына қоғамда қалай өмір сүресің да, біреу айтады да, сендер Құдай жоқ деп айтасыңдар, қазақты бөліп біттіңдер деп. Қалай бөлінбейсің, егер жаныңда тұрған тура өзің сияқты қазақ діні мен Құдайына сенгені үшін жаныңдағы тура өзі сияқты қазақ бауырын сен малсың деп көріп отырса, қалай бөлінбейсің? Қара енді, сен мысалы үшін тиктокқа кіріп алып, қараса енді, тыңдасай, сен қара, тиктокқа кіріп алып, әй-шәй жоқ, Құдай жоқ деп, бар болса дәлелде деп, қос деп өзің тілеп отырсың ғой осы нәрсені. Жоқ, ол дұрыс қой енді. Сенің өзіңде болып жүре берсең саған біреу бір бәле демейтін еді ғой мысалы. Келдің, бүлік бастап жатсың. Мұхаммед, ол ештеңе өзгертпейді ғой. Сен бұл эфирге кірмесең де айналаңдағы құдайсыз, дінсіздерді мал, ит сияқты көріп жүре беретін едің ғой, одан ештеңе өзгермейді ғой. Именно мен сен айтып жатырмын, басқа ешкімге қатысы жоқ. Жұрттың бәрін азғырып жатқан. Жоқ, сен Құдай жоқ дейтін адамдарды жаңа айттың ғой, Құдай жоқ, дін жоқ деп адамдар, олар ит сияқты. Енді қара, мен мысалы үшін менде логика мынау ғой, мысалы қалда өмірге келдің да, сөйттің да, бір өмір сүрдің, білген боғыңды жедің, мысалы үшін біреулерді зұлымдық жасадың,
неше түрлі айуандықтарды істедің, короче, танысың болды, шығып кеттің мысалға. Әйтеуір білгеніңді істедің де, сөйттің де, өлдің де, болды ма сонда? Құтылып кете ма сол мына дүниеге жаңағы айуандықтарға бар ғой. Жаңағы айуандықтарға. Сенің логикаң осы ғой сенің. Иә, сенің логикаңды айтайын да. Сенің жаңағы айуандықтарың бар ғой. Сол әрекеттерді жасайтын адам бар ғой. Діншіл де бола береді ол. Құдайшыл да бола береді. 5 уақыт оқып жүріп те неше түрлі айуандықтар жасап жатқанда. Ол проблема жоқ. Ол дұрыс бола береді. Бірақ сонда жазаланбау керек па ол енді? Жазаланбайды, иә. Сонда әділетсіз болып қалмай ма ол? Әрине әділетсіз. Бұл табиғат деген әділетсіз. Әділеттілік деген жоқ бұл жақта. Қара енді сонда енді қара, бір жаңағы лауазымды кісі бар, білген боғын істеп жүрген адам. Оны неде безгертеміз енді? Тура қайтып түсір деп айтамыз. Нормальный жер деп қалай айтамыз оған? Білмеймін, бар сөйлес, шаман келсе айт, істей алмайсың ба, болды, жоқ. Үндемей жүре бересің бе сонда? Білмеймін, үндемей жүргің келмесе барып істе. Бірдеңе. Енді біз исламда сынаған айтамыз, мына нәрсені айтамыз. Ертең Құдайдың алдына барған кезде жауап бересің дейміз. Сенікі атеистік көзқарас, жүрсең жүре бер деген дұрыс па? Немесе Құдайдың алдына барған кезде жауап бересің, ойлан бауырым, не істесең де. Сен бүгін таныстарыңмен шығып кетіп жатқан шығарсың, прокуратурада, КМБ-да таныстарың болып шығып кетіп жатқан шығарсың. Ертең Құдайдың алдына барған кезде жауап бересің, соны ойлан деп айтқан біздің логика дұрыс па? Немесе білмеймін деп жүре берген сенікі дұрыс па? Білмеймін деп жүре бер деген жоқпын. Мен саған айтатын болсаң айт, істейтін болсаң істе. Шамаң келгенше істе, бірақ ана дүниеде жауап келмейді ғой, яғни шамаң келмейді ғой мысалы. Келе ма шамаң? Келмесе болды, кетті, ештеңе істей алмайсың. Ештеңе істей алмайсың ба? Сондай атеистік көзқарас сондай ма сонда, болды ма? Бітті ма? Әрине, өліп қалған адамға не істейін деп едім мысалы. Енді жауап бермей ма ол ештеңе былығынан жауап бермейді. Енді сенің жауап бермейді да. Біздікілер айтады, Құдайдың алдына барған кезде жауап беремін. Құдайдың алдына барған кезде әрбір іс үшін жауап бересің дейміз. Жарайды, мына дүниенің сотынан құтылып кеткен шығарсың, бірақ Құдайдың алдындағы соттан құтыла алмайсың. Дұрыс, енді өзіңді солай жұбатасың. Жоқ, қарашы, жауап берші енді сұраққа. Қайсы логика дұрыс? Менікі дұрыс. Неге сенікі дұрыс? Өйткені сенікі қиялмен өзіңді жұбату просто. Қиялмен жұбат. Ал жарайды, мен қиял деп жүрген нәрсе ақиқат болып қалса не істейсің? Ой, ақиқат болып қалса қызықтың көкесі сол кезде болады. Не болады ол жерде? Қызықтың көкесі сол кезде болады. Сол кезде Құдайға айтамыз, Құдайке, сені біз мына жақта сонша мықты, пәк деп айтып едік, қаншама проблема создавать етіп кеткенсің. Дініңді де түсірген, дініңді де кішкене дұрыстап реттемедің ба ана жерде? Қанша қазақ қырылып қалды мысалы. Сен дініңді қорғаймыз деп бір-бірімен қаншама адам бір-бірін өлтіріп тастады мысалы. Кішкене реттесең, жерді біз үшін жаратыпсың деймін де Құдайғашы. Адамдар сонда бір дін үшін болма бір-бірін қырып жатқан. Сонда адамдардың бір-бірін қырып жатқаны сол дін үшін болып жатыр ма? Дін үшін де талай адам жоқ нәрсе адамдар қырылып жатқан жоқ па сонда? Жоқ, қырылып жатыр. Соны айтамын да енді, дін үшін неге қырылды адамдар? Неге қырылып жатыр олар? Сен ақиқат дініңді неғып 70 адам 70 түрліше түсініп жүр. Бүкіл ана арабтарды көтеріп қойып, басқа халықтарды жетімсіретпей, барлық халық түсінетін бір тілде кітап түсірсең болмай ма? Жоқ, енді арабтарды қалай көтеріп қойды ол? Арабтарды қалай көтеріп қойды? Сен Құранның сауабын арабша оқымасаң қалай аласың? Енді сол тілі ғой болды ғой. Дұрыс қой, енді сол айтамын, біреудің қазақтың тілін мысалы жетім қылып, біреудің тілін көтеріп, бір-бірімен өстіп сөзге келтіргенше бәрі түсінетін. Адамдардың бәріне бір ортақ тіл бар ма қазір? Оны лингва франка дейді да. Сондай бір тіл жасауға Құдайдың не құдіреті жетпеді ма деймін да. Құдіреті жетпеді ма? Бәрімізді қырылдырмайшы. Енді бұлайда, короче, енді арабтарға не қылмай деген, просто оларға Құран түсті, дұрыс па? Болды ғой, басқа алып баратқан ештеңе жоқ қой. Ол түсті деген сенің версияң да, менің версиям, олар өздері ойлап тапты соның бәрі. Өздері ойлап тапты? Иә.
Кім ойлап тапты енді оны? Арабтар? Жоқ, енді мысалы үшін біздің пайғамбарымыз туралы зерттеп оқып көрдің ба негізі? Иә, пайғамбар ойлап тапты басынан. Кейіннен оның қалыптастырып кеткен идеологиясын халифтер жалғастырды да бүкіл әлемге таратты. Енді пайғамбардың өмірінен не түйдің енді? Қандай нелерден Пайғамбардың өмірінен кішкене әйел құмар болғанын түсіндім оны. 45 жастағы адамды алып па? Әйел құмар ма? Ол жерде ол кішкене байлыққа қызыққан шығар деп ойлаймын да. 45 жастағы әйелді алады да, әйел құмар, Зендегі әйел құмарлық деген. 25 жасар жігіт 45-тегі әйелді алады да, әйел құмар. Хатижеден кейін неше әйел алды, соны айтшы. Ол енді Құдайдың бұйрығымен алды ғой олар. Құдайдың бұйрығымен алды. Сен жаңағы осы күліп айтып отырдың ғой, сол әңгімеңді маған 13 әйел алды, қатын құмар, деп осы күліп айтшы, сен көрейік, ұйқасам екен. Енді ол жерде пайғамбарлық әмір болды ғой. Қоя тұр, жаңа күліп отыр едің ғой. Әйелдерге жеткізу керек әйелді алды, қатын құмар, деп күліп отыр едің ғой. Енді тура сол күлкіңмен 13 әйел алған екен, қатын құмар, деп күлші, давай көрейік, ұйқасам екен. Ұйқасам екен? Жоқ, ойласай өзің қарсай, 45 жастағы әйелді алды ғой, 25 жастағы нағыз қылшылдап тұрған кезінде. Бай болғаннан кейін қанша өмір сүрді. Бай болғаннан кейін. Одан кейін дін келді сол заманда. Сөйтіп, әйелдерге дінді жеткізу мақсатында алды Құдайдың бұйрығымен. Неғып түсінбейтін адамсың? Сөйтіп бәлездеп қалған адам емес. Дін жеткізу үшін 13 әйел керек па сонда? 13 әйел ма не? 13 па 11 ма? Ойланасың ау? 11 ме де? Дәл ойланасың ау? Дін жеткізу үшін әйел керек деген. Қарт әйелдері болды ғой, сол қатын құмарлық па сонда? 10 әйел алу кісілер болды. 10 әйел алу деген құмарлық емес, не енді айтшы? Айтып отырмын ғой саған, оны дінді жеткізу мақсатында алды деп. Қалай жеткізді айтшы, соны түсіндірші маған. Жоқ, қарашы, сен бетсе, сол заманда өзі қандай болды негізі? Онда 10 әйел алып, әйелдерін миссионерлікке жіберді ма, или қалай ол? Әйелдерге дінді жеткізу керек пе еді, үйрету керек пе еді? Или олар сонда қара, саған бар ғой, бір ауыл бар ғой, қыздарын жинап берсе, мына қыздарымызға дін үйрет десе, бәрін әйелдікке алып аласың ба дін үйрету үшін? 4 әйелге дейін рұқсат берді ғой, одан артық жоқ қой. Жоқ, енді сен логикаңшы, саған біреулер балаларын оқыт деп әкелсе, әйелдікке алып аласың ба сонда, дін таратам деп? Сен мен ол кісіні салыстыруға қалай не келеді ол? Жоқ, қалай дін таратқан оларға барып айта салсам болмайды ма? Обязательно әйелдікке алу керек па? Логиканы қоспайсың ба кішкене? Айналайын бауырым. Жоқ, әйелдікке алу керек па дін тарату үшін? Жоқ, енді әйел адамға дінді үйрету керек па, үйрету керек емес па? Былай да үйретсең болады ғой сөйлесіп. Жоқ, алу керек па обязательно? Енді бір-екі мәселелер бар ғой, мысалы үшін отбасыға байланысты. Оларды қайтып үйретеді. Сосын бар ғой, мынандай да сендер айтасыңдар, пайғамбар кедей болған. 10 әйелмен кедей адам қалай тұрған? 10 әйелмен бірдей тұрды ма, или қалай болды өзі? Қалай тұрған соң, білмеймін сол, бірдей тұрды ма, или бөлек-бөлек тұрған ма? Кедей болғанда қолы ашық адам болған ғой, пайғамбарымыз. Бүкіл Меккені билеп тұрған, мысалы, бір кезде, пасхора шағында. Өзінің қаласы қуып жіберген, кейін қайтып келді ғой. Енді мысалға қарада, біздің пайғамбарымыз оқуды, жазуды білмейтін еді деп келеді да, мысалға. Сол оқуды, жазуды білмейтін адам осындай Құранды жазып кетуі мүмкін бе өзінен өзі? Қазақтарда оқу жазу білмеген, бізге қаншама қисса дастандар жеткен. Ауыз әдебиетімен ба? Ауыз әдебиетімен, мысалы, жаңағы ішіндегі анау теңіздердің бөлім туралы келетін аяттар сіз не істейміз оларды? Теңіз жанында тұр ғой, сол жерде бар ғой, бәленбай 1000 жыл бойы, 2000 жыл бойы кемелер жүрген жер ар жағында. Соны көрмеді деп ойлайсыңдар ма? Бір саудагерлер, мына суды қарашы деп айтпады деп ойлайсыңдар ма? Ар жағында тұрған жер. Бәріне андай бір логикаларың бар әйтеуір, Конечно, логикасы бар. Жан-жақты қарасаң. Айдың жарылуы туралы не айтасың енді, жарайды бопта. Айдың жарылуына не айтасың? Ай жарылмаған ол. Жарылмаған ба? Анау фотолар сен жаңағы жарылғанның ізі табылған. Жарылғанның ізі емес, ол кратер деп.
кратер емес қой, көрініп тұр ғой жаңағы. Полный бір линия болып сызылып. Жердің бетінде де сондай трещиналар бар да, ана жер сілкінісі 9 балл сондай болған кезде жер айырылып кетеді да. Ол жердің екіге бөлінгені деген сөз ба? Жердің бетінде жарықтар бар кәдімгі, бәленбай километрлер, 9-10 балл, 9 балл ғой енді қатты сілкінген. Мен саған бүйтіп айтайыншы. Қарашы, бүйтіп айтайыншы, кім? Шын атың кім өзі? Ой, менің атым көп айтып отырмын. Скиф па? Скиф. Иә, Скиф. Енді қара, жарайды, мен дұрыс енді. Бұл дүниені Құдай Алла Тағала сынақ қойып жіберді да, өзін, мысалы үшін, мен мысалы үшін көзіммен көрген де жоқпын Құдайды. Пайғамбарды да көзіммен көрген жоқпын. Бірақ не істедім? Оны ғайыпқа иман келтірдім да, оны Құдай деп мойындадым, пайғамбарға ілестім. Маған ол осы нәрседен маған зиян бар ма? Белгілі бір мәселелерге келген кезде зиян болып қалуы мүмкін. Қандай мәселеге келген кезде? Жаңағындай сен айналаңдағы адамдарды сенің дініңе сенбеген үшін мал сияқты көруің, ертең оларға сондай мал сияқты отношение жасауыңа алып келуі мүмкін да, сен қолыңа билік тиген кезде. Болыпты онда, бүйтейікші мен, ана сол бағанағы мал деген сөзіме кешірім сұрасам ше қазір. Ол жоқ, онда да басқа жағдайда да мысалы минустар бар да. Енді қандай мысал? Діннен шыққан адамды өлтіру керек болады деген сияқты. Ол мысал үшін практикада қолданыла ма қазір сол өлтіру керек болады деген нәрсе? Саудия қолданады. Саудия қолданады, Сауд Арабиясы. Сауд Арабиясы ма? Қазір зайырлы мемлекет болса бізде қолданыла ма ол? Бізде қолданамайсың, бізде зайырлы мемлекет қой. Енді қарада енді, мен маған зиян бере ма, бермей ма осы дінді ұстанып жүремін осылай? Не зиян келеді маған шариғат ұстанып жүруінен? Арақты, арам етті ішпеймін мысалы үшін, Аллаға шүкір. Жоламаймын ондай нәрсеге. Күмәнді нәрселерден аулақ жүремін. Шошқан етін жемеймін мысалға. Әке-шешең құрметте дейді, құрметтейсің қолыңнан келгенше. Болды, онда ешқандай зиян жоқ. Егер сен адамдарға жақсылық жаса дейді, қара. Адамдарға жақсылық жасайсың қолыңнан келгенше. Үміт етесің сол нәрсені. Мұхаммед, дұрыс. Жеке адамның деңгейінде ол діннен зиян болмауы мүмкін. Егер бір жаңағындай радикалдық нәрсе айтып кетпесе, ол ішінде тұрса ештеңе емес. Бірақ қоғамға соны араластыруға тырысқан кезде, вот проблеманың бәрі сол кезде басталады ғой. Қалай дейсің? Қоғамға араластырмау керек. Ол дінді жеке деген адамдар ұстасын, болды, сол нормально. И жаңағындай радикалды жақтарын алмасын, мысалы басқаларға қарсы не қылмасын, мысалы тықпаламау керек. Вот нормально ғой. Дінді жаман деп айтқан жоқпыз, ол дін абсолютно жаман нәрсе емес, ол жақсы жақтары да көп. Енді мысалы үшін сен енді атеистікті отырып алып не қылуың, шақыруың адамдарды, ол дұрыс па енді сенікі? Бұл шақыру емес. Мен саған мысалы атеист болшы деп жатқан жоқпын ғой. Мен саған просто варианттар ұсынып жатырмын. Саған сенің әңгіме, мысалы сен айтқан нәрсенің, мен саған альтернативный вариантын айтып жатырмын. Сен бір идея айтасың, оның мынандай жағы бар да, мен саған қарсы пікір айтып жатырмын. Адам екі жағын да білуге хақы бар ғой. Мысалы, саған бір нәрседе таңдау жасау үшін сен варианттар туралы бірдеңе білуің керек қой. Әйтпесе, ол жерде сен дұрыс таңдау жасай алмайсың да, әділетсіз болады ол саған. Кішкене таңдау жасау үшін бірдеңе білуің керек. Адамдар, дінде жүрген адамдар, басқа адамдар, мұндай адамдардың бұл туралы басқаша пікірдің бар екенін білмейді. Білсе, біле берсін, ода тұрғанда ештеңе. Енді жарайды осы, діндер көп қой, ішінде сен ақиқатқа жақындау қайсысы? Сенің ойында? Ой, білмеймін, бәрінікі сол. Зерттеп көрдің ба негізі, діндерді былай жалпы? Мен христианствоны кішкене білем, исламды кішкене білем, былай көп діндерді білмеймін негізі. Исламды кішкене білем деп біраз әңгіме айтып тастадың ғой ана ақидадан. Енді ол не ғой, просто уағыздан тыңдағандарым ғой, әйтпесе былай көп нәрсе білмеймін. Уағыздан деген емес, бағана жаман кетіп қалдың ғой бір жерлерде. Исламда айтылмайтын сөздерді айттың ғой жақты. Уағыздардан соны ойланасың соны. Ойланғандай емес қой, сен дұрыс андай жерден не қылсай, ақида сабақтарын тыңдап көрші бір.
мұсылмандардың кәдімгі кітаппен өтетін. ол темаларды шеше алмайды ғой бәрібір. Бір шетін көресің да, зато исламның. Өзің бір сенен мықты ұстаздың не қылсаң айтып береді ғой саған. Ол жерге бар ғой, қарашы Мұхаммед, сеніммен барсаң, ой жақсы түсініп аласың бәрін, ой деп күшті деп кетесің да. А сенбей барсаң, бәрібір ештеңе шығарамайсың да. Күмәнданып тұрасың десе. Бәрібір көріп қоя бересің да кемшіліктерін ше. Ол үшін оны сеніммен бару керек, сеніммен барсаң көрмейсің, рахат. Болып дайын алайын, скиф. Аман болдың Мұхаммед, молодец, боқтамай.